Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше торттың рецебімен бөлісіп жасап көрсетемін. Бұл торттың бисквиті сүтті қыз креміне қаймақты кремді қолдандым. Мені 90% адам тіркелмей қарайды екен. Сол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетсеңіздер. Тортқа қажетті заттардың барлығының мөлшерін видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырдым. Бисквитін дайындау үшін 80 грамм жұмсақ сары майға 2 жұмыртқаны саламыз. Сары майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы тиіс. 1,5 банка сгущенка саламыз. Сгущенкамыз қаншалықты қою болса, бисквитіміз көтеріліп шығады. Жақсылап миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп алдық. 160 грамм ұнымызды електен өткізіп саламыз. Бір шай қасық қопсытқыш саламыз. Венчикпен араластырамыз. Арасында түйіршіктер болып қалмастығы үшін жақсылап миксерлейміз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды, кішкене сұйықтау болады. Енді формамызды дайындаймыз. Біз пергаментный бумагаға осындай 24 сантиметрлік форманы осылай бастырып алып, домалақ форманы шығарамыз. Сіздер қаласаңыздар ручкамен сызып алсаңыздар болады. Мен осындай форманы қолдандым. Барлығын осылай істеп шығамыз. Міне бізде осындай форма дайын болды. Енді осыған бисквитімізді 2 үлкен қасықпен салып шығамыз. 2 немесе 3 қасықтан салсаңыздар болады. Енді осылай қасықпен айналдырып жайып шығамыз. Қалғандарын да дәл осылай 2-3 қасықтан салып жайып шығамыз. Қызып тұрған духовкаға 180 градуста 5-7 минут пісіріп аламыз. Өзі беті қызарып шығады. Қалған бисквиттерімізді дәл осылай пісіріп аламыз. Тортымызды әдемілеу үшін айналасына вафельная крошканы жасаймыз. Бұл маңызды емес, өздеріңіздің қалауларыңызша мен әдемілеу үшін жасадым. Ол үшін бізге қажетті заттар: 50 грамм жұмсақ сары майға 50 грамм қант ұнтағын саламыз. Миксерлейміз. 50 грамм жұмыртқаның ақуызын саламыз. Миксерлейміз. грамм ұн саламыз. Жақсылап миксерлейміз.
пергаментный бумагаға жұқа қылып жайып шығамыз. Менде 2 пергаментный бумагаға жетті. Жұқа қылып жаямыз. Қызып тұрған духовкада 160 градуста 7-8 минут пісіріп аламыз. Міне біздің вафельная крошкамыз пісіп шықты. Енді осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Қатты ұсақтамаймыз. Осы міне видеода көрсетілгендей қылып істейміз. Қаймақты кремді дайындаймыз. Бұл үшін 25%-дан жоғары болған қаймақты қолданамыз. Менде 25%-дық дүкеннің қаймағы. Оған 100 грамм қант ұнтағын қостым. Осылай венчикпен араластырамыз. Миксерлеудің қажеті жоқ. Осылай венчикпен жақсылап араластырсаңыздар, өзінің формасын ұстайды. Біздің креміміз осындай қою болып шығады. Бисквиттарымызды қағаздан ақырын ашыңыздар, әйтпесе бисквиттарыңыз сынып қалуы мүмкін. Осындай кольцоменен айналасын кесіп аламыз. Сіздерде кольцо болмаса, жай ғана торттың өзін солай жинай беруге де болады. Егер кесем десеңіздер, осы бисквитті ыстық кезінде кескендеріңіз дұрыс. Тортымызды жинаймыз. Мен осындай кольцода жинадым. Сіздер кольцо болмаса, жай ғана жинай берсеңіздер де болады. Осылай бисквитімізді салып, оның үстіне 2 үлкен қасықта крем саламыз. Осылай қасықпен жайып шығамыз. Кремді барлық жеріне толықтай жағыңыздар, сонда торттарыңыз жоп-жұмсақ болып шығады. Қалған бисквиттарымызды дәл солай салып, үстіне 2 қасықтан крем салып жағып шығамыз. Тортымызға кремімізді жағып болдық. Енді кремі кішкене қатсын деп, холодильникқа 30 минутқа қойып қоямыз. Не 30 минуттан кейін алып, осылай ақырын кольцоны шешеміз. Қалған кремімізді осылай айналасына жағып шығамыз. Дайындап алған вафельный крошкамызды айналдырып сеуіп шығамыз. Бұл әрине әдемілік үшін, сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша әдемілесеңіздер болады. Мен сосын тортымыздың бетіне альбени печеньеларын қойып шықтым. Сіздер неше түрлі жеміс жидектермен әдемілесеңіздер болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай тортымыз ерекше болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарың үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Каналымда жоғалтып алмас үшін қоңырауша батырмасын басып кетіңіз, сонда рецепттерімді бірінші болып көре аласыз.